Қазір үйіңе кіріп тексереміз. Кейбіреулер үшін бұл қалыпты сөзге айналып кеткен. Бірақ қылмыстық процестік кодексінің 17-ші бабы анық айтады. Тұрғын жайға қол сұғылмайды. Яғни ешкім адамның үйіне оның еркінен тыс кіре алмайды. Қарап тексеру мен тінту тек заңда көрсетілген тәртіппен ғана жүргізіледі. Мысалы, бір көрші күдікті адам келіп жүр, деді екен деп, немесе біреуге ұнамай қалдың деп, үйге баса көктеп кіруге болмайды. Кей адамдар форма кисе болды, кез келген есікті аштыруға құқылымын деп ойлайды. Бірақ заңның алдында әркімнің үйі жеке кеңістік. Ол жерге кіру үшін нақты негіз бен заңды рәсім қажет. Ең қауіптісі, адамдар құқықтарының бұзылғанын қалыпты нәрсе сияқты қабылдай бастады. Бүгін біреудің үйіне заңсыз кірсе, ертең сіздің де есігіңізді себепсіз қағуы мүмкін. Заң тәртіп үшін керек, ал тәртіптің өзі заңнан басталады. Пайдалы болса, лайк басып, парақшама тіркеліңіз.